Бүгін мен папама ішіп алып алқаш болып пранк ұстайтын болам. Енді шілей арақты расымен ішіп алып алқаш болып папама пранк ұстайды екен деп ойламаңдар енді. Үстіме полный спиртті жағып алып, потом папаға барып қуып шайып тұрамын. Жестко бір спойлер көрсетейін, короче, міне. Ұйықтайтын жерімді көрсетті. Да, короче, өте жестко болды. Видео өте керемет болды, сондықтан қазірден бастап каналға жазылып, лайк бас кетейік. Ал біз бастаймыз. Короче, сіздер видеоны түсіңіздер деген ойдамын. Қазір данный момент сағат уже 11-ге таман болып қалды. Қазір батялар по идее жататын уақыт. И всегда мен осындай 11-ге таман үйге келетін. Енді осы жолы өзгеше болып келем. Конечно, алқаш болып келетін болам. Айтудың өзі бір неприятный бар ғой, алқаш деп. Сіздер вообще алқаш болмаңыздар. Вообще арақ ішпеңіздер. Менде қазір мынандай спирт бар. Осы спиртті аламын да мен денем бүкіл жеріне шашып тастайтын болам. Аузыма да шашатын болам. И полный мас сияқты бұрқырап анандай спирттің, арақтың иісі шыққан сияқты болып үйге кіретін болам. Короче, менде мынау вообще басылмай жатыр. Короче, ішін ашып былай жайлап үстіме құятын болам. Қазір осын ішемін. Ішпеймін, то есть аузыма былай араласып потом түкіре саламын. Енді денем бәрі жеріне жақтым. Енді кішкене аузымды шаю керек. Кешірім сұрайым, но жүрегімді бірақ айнытып жіберді, аузымды күйдіріп жіберді ғой емі. Ладно, жетеді, артық вообще аузыма салмаймын. Короче, мына жерде де спирт бар, осында да құйып аламын. Короче. Жақсы заттар жасаймын. Мен блогермін. Сәлем, мамаша. Сәлем, бәріңе. Мен блогермін. Мен миллион табам күніне. Не қуанып тұрсың, а? Тұрыңдар, таң атты. Тұрамыз. Не жатыс, таң атпасынан. Міне, бізде ұйықтап жатыр. Нұржан бұл. Ұйықтап жатсыз ба? Өке? Ұйықтап жатсыз ба? Жақсы. Жақсы жатыңыз. Не деп атайын сізді? Не болды, жынды болып келгенсің ба? Чай қойыңызшы, чай ішіп алайық. Қайдағы шай жатарды. Кеттік чай қойып. Алқаштың рөлін мен дұрыс алып шыға алдым ба, алып шығамадым ба білмей тұрмын. Короче, сендер комментке жазып кетіңдерші, алып шыға алдым ба, алып шығамадым ба. Қатты қызық болды. Достар, духи шегіп алдым мен, духи. Номер 1 досым. Досым жаңадан духи әкелген екен. Духи сеу. Мына ұлыңды қарай. Ішіп алмай. Духи. Ішпеймін мен. Нағып ішемін мен. Нағып ішемін мен, на. Мен блогермін ғой, блогер болып тұрып қалай ішемін мен. Мен өзім подписчиктеріме не көрсетемін мен. Мен не тәрбие көрсетемін мен өз подписчиктеріме. Мен ішпедім деймін, мен саумын. Мынау біздің телевизор. Сендерде бар ма телевизор? Жоқ қой сендерде. Ойбай. Шақты анауыңе. На телевизор. Енді міне мынау менің микрофоным. Бұл ауызға салғыға. Шақты анауыңе. Шақтызан ауыңе. Блогер болған қиын. Ютубер болған жақсы. Ютубер мен блогердің не айырмашылығы бар десеңдер? Блогер ол блогер, ютубер деген ол ютуб. В принципе, логично. Күнде жүгірем мен. Мен жай жүгірмеймін. Тура осы кезде папам арт жақтан түсіп келе жатқанда мен қатты қуанып бар ғой, басынан бір жібереді, либо ұшып келіп бір тебе ма деп. Айтамаймын вообще. 5 сағат жүгірем таңертең. Сосын 9 сағат түсте жүгірем.
О, міне әкеміз оянып кепті мына жерде. Не болды саған, а? Ешнәрсе болған жоқ. Че там, батя? Ішпағаннан сау шық міне. Жо, ішпедім мен, ішпедім. Сұмдық қой бір. Жөн, бәрі нормально. Қолыңда кешті көрген. Міне, еске. Спирт сасып тұр ғой қолдарың, а? Жол. Дұхи ғой, дұхи. Болмайды ғой. Мен ішпеймін, мен саумын ғой, сау. Сау адаммын ғой, сау адам. Мен блогермін ғой, блогер. Блогерлер ішпейді ғой. Сендер ұйықтайтын жерімді көрсетті. Бір сөзбен айтқанда саумын. Ол видео үшін мен жай ғана солай түсірдім. Рас па? Да, рас. Спирт сасып тұрсың ғой. Спирт сасығанда дегенде мен кіреберіс кезде спиртті кәдімгідей үстіме құйып, аузыма құйып, полный барлық жеріме құйдым да. Видеодан көресіз. Сынақ көрейінші кәне? А? Сұрақ қоясыз ба сонда? 4-ке 5-ті көбесі қанша болады? 4-ке 5-ті 20. 9-ға 3-ті қосса қанша болады? 12. Қосса 16. Күнізі? Сендіңізі? Короче, мен айтайын. Бестен берін шығып жатып өйсің болмайды ол. Кішігірім түсіндірейін. Мен мына өтірік былай. Мына кетіп бара жатқан, типа мен жататын орнын көрсетемін деді. Ну, білесіздер. Сосын тұрып алды да батя арт жақтан алды, мойнынан қысты да аяқтан шалды жерге. Быңқ етіп жатқыза салды, қолымды қайыра салды ғой, ойлаңыздаршы. И мен түсіндірдім, сол кезде бытыш болып кетті, каша болды, вообще анандай каша болып кетті, сіздерге түсірмедім специально. Хотя түсірдім, но сіздерге көрсетуге что-то дұрыс емес сияқты болды. Осы уақытқа дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Каналға жазылмаған болсаңыздар жазылыңыздар. Барлықтарыңызға давайте.